Бүгінгі сабақтың тақырыбы солтүстік жарты шар материгінің табиғат зоналары. Солтүстік жарты шар дегеніміз міне Евразия материгі оған міндетті түрде кіреді. Енді бүгінгі сабақта әр материкте орналасқан ұқсас табиғат зоналары мен биіктік белдеулерді салыстыруды үйренетін боламыз. Сонымен қатар қысқаша түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болсақ, Евразия материгі табиғат зоналарының солтүстік жарты шарда орналасқандықтан материктің көп бөлігінде табиғат зоналары ендік бағыттан, яғни батыстан шығысқа қарай созылып жатады. Сонымен қатар кейбір аймақтарында табиғат зоналары орналасу ылғалдың түсу мөлшеріне, тау жоталарының орналасу ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп, батыстан шығысқа қарай жіңішке жолақтар түрінде таратылады. Евразияның арктикалық белдеуінің қиыр солтүстігінде аралдар, арктикалық шөл, тундра және орман тундра зоналары орналасқан. Мұнда күшті желдер мен қарлы борандар жиі соғып тұрады. Бұның барлығы солтүстік жағында. Сондықтан өсімдіктер мен көбіне жерге төселіп өсіп жаңағы жастық тәрізді пішінге ие болады. Тундраның ең көп тараған өсімдігі мүк пен қына. Олар солтүстік бұғылардың негізгі азығы болып табылады. Оңтүстікке қарай қозғалған сайын желдің әсері азайып, жылынуы байланысты тундра зонасы орман тундраға ауысады. Сонымен қатар жаз айларында мұнда бұлан, қоңыр, аю, қоян сияқты орман жануарлары мен сан алуан құстардың кездесуі байқала бастайды. Бізде қазіргі кезеңде мұнай мен газ кен орындарының ашылуына байланысты адамның табиғатқа әсері күшейіп, экологияға жағдайы қауіп төнуде. Яғни осының барлығы бізде солтүстік жарты шардағы Евразия материгіндегі табиғат зоналарын салыстыруы. Келесі бізде Евразия мен солтүстік Америка материгіне тән қандай ортақ табиғат зоналары бар деген сұрақ. Бұл жерде осылай салыстырып өтетін болсақ, бұл екі материк солтүстік жарты шарда орналасқандықтан олардың табиғат зоналары тарау заңдылықтар ұқсас келеді, сондықтан екеуінде де тән ортақ зоналар бар. Мысалы, арктикалық шөл зонасы солтүстік мұзды мұхит жағалауында орналасқан. Өсімдіктер өте сирек, мүктер, қыналар. Тундра зонасы климат, суық өсімдіктер, жаңағы қына, бұталар өседі. Солтүстік Еуропа, Сібір, Аляска, Канаданың солтүстігінде кездеседі. Орманды зонасы, тундра зонасында тундра мен орманды аралығында өтпелі зоналар екі материктің де субарктикалық белдеуінде бар. Аралас және жалпақ жапырақты орман зонасы екі материктің қоңыржай белдеуінде кездеседі. Дала және шөлейт зонасында Евразияның ішкі бөлігі мен солтүстік Американың орталық жазықтарында таралған. Яғни бізде келесі солтүстік Америкадағы табиғат зоналарының орналасуына өзіндік ерекшелігі қандай деген сұрақ бар. Солтүстігінде табиғат зоналары Евразия материгіне ұқсас батыстан шығысқа қарай тұтас белдеулер құрап, ендік бағыттан орналасқан. Ал материктің орталығы мен оңтүстігінде табиғат зоналары меридиан бағытта қозғалады. Меридиан бағытта жақын болады. Солтүстік жарты шар материгіне ортақ табиғат зонасы қайсысы деген сұрақ келіп тұр. Бізде яғни солтүстік жарты шар материгіне ортақ табиғат зонасы тундра болып табылады. Тундра зонасы солтүстік жарты шардың арктикалық және субарктикалық белдеулерінде орналасқан. Бұл белдеулер Евразия мен солтүстік Америка материгінің солтүстігін бірдей қамтиды. Бүгінгі сабақта Евразияның дала зонасы және солтүстік Американың жерінде Евразиямен салыстырғанда шөлейттер мен шөлді аймақтарды өтетін боламыз. Евразия материгінің қоңыржай белдеулеріне тән зона